أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة لمن طهر قلبه من أوصاح الذنوب وتاب إلى ربه وأناب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ضرب لأمته مثل الأعلى بتحقيره الدنيا وإعراضه عنها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Барлық мақтау Аллахқа тән, пенделеріне шексіз нығмет беріп, өзіне иман келтіріп, ізгі істеген құлдарын өз кеңшілігімен жәннатқа кіргізген Аллах Субхану ва Тағалаға сан-санақсыз мақтаулар болсын. Әрі әлемге рахмет етіп жіберілген бұл дүние тіршілігіне, пенделеріне, үмметтеріне үлкен бір мысал ретінде болып кеткен пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға және оның жан ұясы мен сахабаларына Аллах Субхану ва Тағаланың сәлем мен игілігі болсын. Жалпы ғалымдар адамның жағдайын 5 кезеңге бөлген. Бірінші кезеңі ол жатырдағы кезең. Екіншісі осы дүние. Үшінші кезеңі ол барзах әлем, яғни қабір азабы. Төртінші кезең ол қиямет күндегі тұрағы. Ал бесіншісі ол жәннат, тозақ кезеңдер. Міне осы үшінші, төртінші, бесінші кезең ол екінші кезеңге қатты нығыз байланысты екен. Кімде-кім бұл дүниеде жақсы амалдар істейтін болса, әрине оның үшінші, төртінші, бесінші кезеңі жақсы болады. Егер жақсы амалдары болмай, жаман істер істейтін болса, онда ол қасіретке ұшырайды. Міне осы дүние жайлы Аллах Субхану ва Тағала Құран кәрімде былай: "И'ламу аннамал хаятуд дуnya ла'ибун ва лахвун ва зинатун ва тафахурун бейнакум ва такаthurun фил амвали вал аулади كماء غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور". Біліңдер, бұл дүние тіршілігі бір ойын, ермек, сын, өзара мақтанысу, сондай-ақ малдарды, балаларды көбейту ғана. Бұның мысалы өсімдігін өсірген, кәфірлерді таңыртқан жаңбыр сияқты. Ол қурап, сап-сары болған күйде көресің. Содан кейін өкіндіге айналады. Ақыретте Алла Тағаланың қатты азабы және Алла Тағаланың жарылқауы мен разылығы бар. Ал бұл дүние тіршілігі бұл тек қана алдамшылықтың бір ғана белгісі деді. Міне бұл жерде Алла Субхану ва Тағала дүниенің ақиқатын айтып жатыр. Дүние дегенде қысқа өмір, онда мәңгі ешкім өмір сүрмейді. Және бұл жердегі ләззаттың бәрі таусылады. Ондағы ойын күлкінің бәріне ақыретке ешқандай пайдасы болмайды. Дүние деген ол пәни дүние. Кімде бұл дүниеге алданып қалатын болса, онда оның тұтқыны болады. Сол сияқты Алла Тағала қияметте Аллахтың азабы және Аллахтың рахметі бар екендігін ескертеді. Өйткені бұл дүние ақыреттің алдында тіпті емес. Жалпы біздің исламымыз жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтарады. Кімде-кім бұл дүниесін ақыретке қолданатын болса, ол ең жақсы адамдардың бірі болады. Сол сияқты пайғамбарымыз да өз хадисінде былай дейді: "Дүние бұл момынның түрмесі, қабір қорғаны, ал жәннат оның орны. Ал кәпір бұл дүниеде ол жәннатта болады. Ал қабір оның тозағы, тозақ оның орны" дейді. Әрине бұл дүние момынға түрме. Өйткені Алла Субхану ва Тағала момындарға көптеген нығметтерді, рызықтарды берсе де, бірақ та Алла Тағала оларға жәннатқа уәде еткен нығметтердің алдында ол түкте тұрмайды. Сондықтан да ол момынға түрме сияқты болады. Момынға өлім сәтінде Алла Субхану ва Тағала жәннат көрсетіп қояды екен. Сонда ол жәннаттың нығметтерін көргенде, ол бұл өмірде өзінің түрмеде екенін біліп қалады. Сол сияқты кәфірлерге де өлім төсегінде оған тозақты көрсетіп қояды. Ол тозақтағы бүкіл
азаптарды көргенде бұл дүние оған жәннат болып көрініп қалады. Сондықтан да бұл дүние муминнің түрмесі. Түрмеде жүрген адам, ақылды адам ешқашан қуанып, оған рахаттанып жүрмейді. Сондықтан Алла субханала тағала бұл дүниеге мысал беріп қойды. Пайғамбарымыз да бұл дүниеге мысал беріп қойды. Оған көз жүгірту керек, оның тездеп бітетініне білуіміз керек. Сондықтан ғалымдар бұл дүниеде адамдарды екі топқа бөледі. Бірінші топ ол өте зерек ақылды топтар. Бұл дүниенің ол бір елес және көлеңке тәрізді көреді. Азға қанағат етеді және өздерінің денелері тыныштанған бір жандар. Алла Тағаланың құзырында олар мақтанышқа ие болған және де бүкіл құлшылықтарын дүние істерімен араластырмаған пенделер. Ертеңгі күн не болар екен деп қатты уайымдап жүреді. Қабірде өзімен бірге не болады? Амалы бола ма, жоқ, мал дүниесі бола ма, бала шағасы бола ма? Соны ойлайды. Ертеңгі күнге бүкіл заттарын дайындайды. Сұраққа жауап беруге дайындалады. Қабірде бірінші сұрақ ол не? Раббың кім? Пайғамбарың кім? Дінің не деп сұрайды. Осы сұрақтарға жауап іздейді. Жауабын іздеп болғаннан кейін амал қылады. Амал қылғаннан кейін әрине ол жауабына иншалла қияметте сауабын үміт етеді. Сондықтан бұл дүниедегі оған ең қажетті зат ол тақуалық. Олар Алла Тағаладан қорқып иман келтірген пенделер және амал қылып жеңіске жеткендер. Бір ақын айтқан екен: «Инна лиллахи ибадан фатуна طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة ونظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا وجعلوها لجة واتخذوا أعمال الصالح فيها سفنا» деген. Алла Тағаланың бұл дүниеде дүниені тастаған, фитнадан қорыққан зерек құлдары бар. Олар дүниеге көз жүгіртіп, оның тірі адамдарға тұрақ еместігіне көз жеткеннен кейін бұл дүниені теңіз қылып, онда жақсы ізгі амалдарды қайыр етіп алған дейді. Ал екінші топ олар көзі соқыр надандар. Бұл дүниеге беріліп кеткендер. Тіпті дүниенің тұтқыны болып, оған қатты кіріп кеткен. Бұл дүниеге берілгені, оны Алла Тағалаға құлшылық қылуға, Алла Тағаланы еске алуға тосқауыл болып қояды. Міне бұлар дүниеге беріліп, өздері құрыды. Алла Тағаланы еске алмай қор болды. Үміттерім бәрі босқа кетті, әрекеттерім бәрі бекер кетті. Осылай ол екі дүниенің қасіретіне ұшырады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Жәбір бин Абдулладан жеткен бір хадисте ол былай дейді: пайғамбарымызбен бірге отырған едік, бір ақ киімді кісі келіп пайғамбарымыз алдына отырып: «Ассаламу алейкум я Расулаллах, саған Аллахтың есендігі болсын, ей Аллахтың елшісі» деді. Сөйтіп өзінің сұрақтарын қоя бастады. Дүние дегеніміз не дейді? Сонда пайғамбарымыз: дүние деген ол ұйықтап жатқан адамның үкімі сияқты. Ақырет дегеніміз не деді? Ақырет дегеніміз ол бір топтар жәннатта болса, бір топтар тозақта болады. Жәннат дегеніміз не? Жәннат дегеніміз ол бұл дүниені тәрк еткен адамдардың орнына берілетін орын деді. Әрине жәннаттың құны ол бұл дүниені тастауды. Тозақ дегеніміз не деді? Тозақ дегеніміз ол дүниені талап етіп, дүниеге тұтқын болғандардың орны. Бұл үмметтің ең жақсы хайыр адамдар кім дегенде, ол Алла Тағалаға шынайы құлшылық қылып бойсынған адамдар. Адамдар онда қалай болу керек құлшылығында дегенде, дүниені қалай талап етсең, мал-мүлікті қалай талап етсең, құлшылыққа да солай талап етіп асып болу керек. Және бұл дүние тіршілігі мен қияметтің арасындағы ара қашықтық қандай дегенде, көзді ашып жұмғандай деп жауап береді. Сонда ол кісі сұрағын қойып болғаннан кейін шығып кетіп, адамдардың көздеріне ғайып болады. Сонда пайғамбар салсам сахабаларға: бұл Жибрил, сендерді ақыретке қызықтырып, дүниенің алдамшы екендігін сендерге ескертіп кетті. Міне сендерге осы нәрсені үйретіп кетті деді. Әрине біз дүниеде қалай жүруіміз керек, не нәрсені қолдануымыз керек, ол пайғамбарымыздан үлгі аламыз. Айша анамыздан жеткен хадисте былай дейді: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың рахметіне кетер кезде үйінде оның жарты ыдыс арпадан басқа жейтін тағамы болмаған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамызды шақырып: Айша, Жибрил алейхиссалам маған келді. Алла Тағала саған сәлемін жолдап, қаласаң мына тауды алтын қылып берейін деп айтты дейді. Сонда пайғамбарымыз кішкентай бөгеліп: Жибрил, дүние деген ол ауласы жоқтардың ауласы, мал мүлкі жоқтардың мал мүлкі ғой.
Ал бұл нәрселердің бәрін ақылы жоқ адамдар топтайды деді. Мен бір күн тоқ болсам, бір күн аш болайын. Тоқ күндері Алла Тағалаға мақтаулар айтайын, аш күндері Алла Тағалаға жалбарынып соны сұрайын деді. Сонда Жибрил алейхиссалам сенің тіліңді Алла Тағала хақ жолмен бекітсін деп айтады екен. Омар бин Хаттаб мешітке кіргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям майда тастың үстіне жатқанын көреді. Тіпті ол тастар пайғамбарымыз денесіне әсерін тигізеді. Омар бин Хаттаб бұл жағдайды көріп қатты жылап жібереді. Сонда пайғамбарымыз: Омар, неге жылайсың дейді. Расулаллах дейді, Кисра мен Қайсар зәулім сарайларда, ондағы бір жақсы жұмсақ төсектерде жатыр ғой. Сен әлемге рахмет етіп жіберілген пайғамбарсың ғой, тастың үстінде жатырсың ғой, оған қалай жыламайын деді. Сонда пайғамбарымыз: Омар, олар бүкіл жақсылықтарын бұл дүниеде асығып сұраған адамдар, ал біз жақсылығымызды қияметке қалдырған адамдармыз деді. Сол сияқты Абу Бакр радиаллаху анху Алла жолында 40 000 дирхамды жария және 40 000 дирхамды жасырын садақа береді. Тіпті оның үйінде еш нәрсесі қалмайды. Пайғамбарымызды барып көрейін десе, киінетін киімі жоқ, үйінде 3 күн тұрып қалады. Оны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны уайымдап, өзінің кейбір әйелдердің үйіне келіп, өздерінің қажетінен артық бір нәрсе бар ма екен деп іздейді. Бірақ еш нәрсе таба алмай қайғырып шығып кетеді. Фатима анамыз үйіне келеді, Абу Бакр қатты уайымдап. Оның үйінде еш нәрсе таба алмайды. Оны естіген Фатима анамыз қатты уайымдап қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрге киетін бір киімді бере алмай қатты уайымдап ол үйден шығып кетеді. Фатима анамыз да оны еске алып қайғырып қалады. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатима анамызды Али радиаллаху анхуға ұзатқан кезде оның жасауын апарып тастау үшін Абу Бакр, Омар, Усман, Усама сияқты сахабалар шақырады. Олардың көтеретін заттары қол диірмен, иілген бір тері, ағаштан болған ыдыстар, дәндер кішкентай ғана, және құрманың талшығынан толтырған бір жастық. Бұны көріп Абу Бакр қатты жылап жіберді. Расулалла, бұл Фатиманың жасауы ма дейді. Сонда пайғамбарымыз: Абу Бакр, бұл дүниеде болған адамдарға өте көп деді. Міне Фатима анамыз осылай Али радиаллаху анхуға тұрмысқа шықты. Үстіне киген киімі 12 жамаудан болған жүннен тоқылған киім. Үнемі бір қолымен диірменді тартып, онда арпаларды ұнтақтайтын. Тілінде Құран, жүрегімен оны тәпсірлейтін. Екінші қолымен бесікті тербетіп, көздерінде жас болған пәк жандар. Ал біздің заманымызда көпшілік әйелдер тілдерінде өсегі ғайбат, жүректері дүниеге тұтқын болған, көздеріне қиянаттар, харам нәрселер толтырған. Бұлар жәннат қалай көреді? Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Фатима анамыздың үйінен қайғырып шыққан кезде Фатима анамызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жасау ретінде алып келген жастығымен және өзінің қолынан тоқылған бір шапанды алып өзінің жариясына береді. Оны Абу Бакр барып жеткізді. Оған мына сәлемімді де айт. Расында ол біздің әкемізге, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жақсылық істегендеріміз білеміз. Бірақ та біз оған мына жастық пен шапаннан беретін басқа артық еш нәрсеміз жоқ дейді. Фатима анамыздың жариясы Абу Бакрдың есіне алдына келіп: Ассаламу алейки я Сиддиқ дейді. Аллахтың сәлемі болсын, ей саған Сиддиқ. Мені ханшайым пайғамбарымыздың қызы Фатима саған жіберіп, осылай сәлемін айтып жіберді деп Фатима анамыздың сөзін оған жеткізеді. Сонда оған да Аллахтың сәлемін жеткізгін деп шапанды киіп алады. Пайғамбарымызды зиярат ету үшін асық үйіне жалаңаяқ шығып кетеді. Тіпті оны тігіп те отырмайды. Көшеде, жолда жүргенде әуреті ашылып қалмау үшін құрманың тікендерін қыстырып алады. Міне осы сәтте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Жибрил алейхиссалам шапанды үстіне тастап, құрманың тікендерін қыстырып, сол жағдайда кіріп келеді. Оны көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таң қалып: Жибрил достым, мен сені бұрын соңды бұндай жағдайда, бұндай кейіпте көрмедім ғой, бұның мәнісі не дейді. Сонда пайғамбарымызға Жибрил: Расулалла, Аллахтың елшісі, сен бұл кейіпті тек менен ғана көріп тұрсың ғой деді. Бірақ та аспандағы бүкіл періштелер Абу Бакрды жақсы көріп, Абу Бакрге ұқсағысы келіп, осы киімді киіп алған деді. Расулалла, Алла Тағала саған сәлемін жолдап, Абу Бакрге былай деп айт деді: Абу Бакр, мен сенен разымын, сен менен разымысың деп Алла Тағала Абу Бакрге қосын жібереді.
Пайғамбарымыз Абу Бакрды шақырып, Абу Бакр, Алла Таала саған осындай деп хабар жеткіз дегенде, Абу Бакр жылап тұрып, Я Рабби, мен сенен разымын, сен менен разымысың, сен менен разымысың деп 3 рет айтып жылап қалады. Міне бұл дүние тіршілігі, ол адамның 3 күндік тәрізі сияқты. Кешегі күн ол өтті де кетті. Ертеңгі күн ол бір ғана Аллахқа аян. Бүгінгі күн ол нағыз күн, амал қылатын күн. Дүние деген ол адамның 3 сағат сияқты. Өткен сағат ол өтті де кетті. Келер сағаты ол қашан келетінін ешкім білмейді. Және осы отырған сағатымыз. Дүние деген адамның 3 тынысы сияқты. Алып қойған тынысы ол кетті де. Келер тынысы оны аламы алмаймын Құдай біледі. Және әзірге алып жатқан тынысы. Міне осыны қадір білу керек адам. Өйткені адам дейді, уақытын үнемдесе ол ең жақсы адам дейді. Сондықтан пайғамбарымыз не дейді? Иғтаним хамсан қабла хамсин деген. 5 нәрсе келмей жатып қадір біл деген. Біріншісіне жастық шақтарыңды қартаймай жатып оның қадірін біл дейді. Өйткені адам жастық шағында құлшылыққа өте бейім, өте көркем бейнеде орындайды. Ал қартайған кезде ол еш нәрсеге шамасы келмей қалады. Кексейіп қалады. Түрегеліп отыруға шамасы келмейді. Отырып оқиды. Әрине олардың дәрежелері құлшылықты толық орындағанына байланысты. Сол сияқты денсаулығыңды ауырмай жатып қадір біл. Бұл да өте үлкен бір нығмет. Қадір білейік. Ауырмай жатып құлшылық қылайық. Ауырған адам белгілі оның жағдайы. Құлшылықты өте бір кемшілікпен орындайды. Жатып, жамбаспен оқитындар бар. Ол денсаулық деген Алла Тааланың бір нығметі. Бір кісі, кедей кісі, дана кісіге келіп, өзінің кедейлігін шағымданады екен. Мен кедеймін, Алла Таала маған неге рызық бермейді дегенде, ол дана кісі, егер де сен 10 мың дирхам болып көзің соқыр болуын қалайсың ба дейді, жоқ дейді. 10 мың дирхам болып құлағың керең болып қалайсың ба дейді, жоқ дейді. 10 мың дирхам болып сақау болуын қалайсың ба дейді, жоқ дейді. 20 мың дирхам болып аяқ қолың болмауын қалайсың ба дейді, жоқ дейді. Алла Таала саған сонда бір нығмет беріп қойыпты. 20 мың дирхамның көлемінде сенде бір нығметтер ғой. Неге сен шағымданасың дейді. Міне бұл денсаулықтың қадірін білу керек. Сол сияқты адам кедейлік келмей жатып байлығын қадір білу керек. Алла Тағала кез келген пенделерін кедей қылады, біреуін бай қылып сынайды. Егер де оған шүкір етсе, Алла Тағала артығымен береді. Шүкір етпесе, оның бәрін жойып жібереді. Бір уақиғда келеді, бір адам қайыр садаға сұрап байдың есік алдына келеді. Үйінен әйелі шығып, одан ол қайыр садағасын сұрайды. Сонда ол бай оған қол сілтеп, күйеуі қайтарып жібереді. Өзімізге жетпейді тағамыз, сен кете бер дейді. Алла Тағала бұл байды кейін кедейлікке ұшырады. Әйелімен ажырасады, өзі соңына қайыршыға айналып кетеді. Көшені аралап жүріп, бір байдың үйіне есік қағып, қайыр садағасын сұрайды. Сонда есіктен әйел шығып, оған сәлем береді. Бұл әйел кім еді? Өзінің бірінші әйелі еді. Ол әйелді өзінің күйеуіне қарап, таңданып, өзінің жаңа екінші күйеуіне барып айтады. Есік алдында менің баяғы бірінші күйеуім тұр. Бай еді, қазір қайыр сұрап жүр дейді. Сонда жаңа күйеу айтады екен. Неге таңғаласың? Баяғыда сендердің есіктерін қағып жүрген қайыршы мен едім ғой дейді. Алла Тағала оның байлығын алып мынаған беріп қоя салды. Сол сияқты бос уақыттарыңды қадір біліңдер. Бір нәрсемен шұғылданбай жатып дейді. Бұл бос уақыт деген адамға берілген үлкен нығмет. Өйткені бұл бос уақытты пайдаланмаса қасіретке ұшыраймыз. Әш-шита ғанимат муъмин дейді. Қыс бұл момынның олжасы. Түні ұзақ, күні қысқа. Күндіз ораза ұстасын, түнде Алла Тағалаға мүнәжаттар қылсын. Сол сияқты өлім келмей жатып, тірі кездерінің қадірін біледі. Адам бүкіл нәрсеге тек өлгеннен кейін көзі жетеді. Сондықтан да өлгеннен кейін Раббирджиуни лаалли а'малу салихан фима таракту деп айтпай жат, бұл тіршілігімізді қадір білуіміз керек. Яғни адам өлгеннен кейін не істейді? Я Рабби, бұл дүниеге қайтар, мен енді жақсы амалдар істеймін осы дүниеде деп айтпайынша, бұл тірек күнімізді біз қадір білуіміз керек. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл өмір жалған екендігін және ол өткенші дүние екендігін бізге айтып жатыр. Пайғамбарымыз өз хадисінде былай дейді: кім бұл дүниеде таңертең тұрып, оның негізгі уайымы Алла Тағаланың зікір қылу емес, дүние ғамы болатын болса, онда оған 4 қасиет жүрегіне кіріп кетеді. Бірінші, ол дүниеден ешқашан ажыра алмай қалады.
Екінші, кедейлікке ұшырайды, байлыққа ешқашан жете алмайды. Үшінші, бір нәрсемен шұғылданып қалып, бос уақыт мүлдем таба алмайды және бос үміттерге шалдығады дейді. Али радиаллаху анху былай дейді: мен сендерден екі нәрседен қорқамын. Бірінші, пайдасы жоқ бос үміт. Екінші, бекер нәрселерге ілесу. Дүние деген нәрсе ол өтіп кетіп жатыр, ал ақырет алдымызда келе жатыр. Бұл дүние ол амал дүние, ертең ол есеп дүниесі. Ал ертең ол есеп дүние, бұл дүние амал дүние. Сондықтан да бүгін амал қылыңдар, ертең есеп беретін күні ешқашан амал қыла алмайсыңдар деді. Сондықтан да бұл дүниеде біз ізгі амалдар көп істеп қалуымыз керек. Алла субхана тағала Құран кәрімде былай дейді: "Уал аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус солихати ва тавассау бил хаққи ва тавассау бис сабр." Заманға сет, бұл дүниеде барлық адам зиянда, тек қана Аллахқа иман келтіріп, ізгі амал істегендер, бір-бірін жақсылыққа үндегендер, бір-бірін сабырлыққа шақырғандар, міне олар зиянға ұшырамайды деді. Уассалаллаху тағала аля хаққи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.